Баламмен уақытты қалай өткіздім? Сенбі күні әкесінің жұмысы түсте басталатын болғандықтан біз де сол кісімен бірге шығып жетіп қалайық дедік. Бала машинаға мінсе бітті, бас киімін, курткасын, тіпті етігіне дейін шешіп тастайды ғой. Бізді баратын дүкенімізге дейін әкесі жеткізіп тастады. Одан әрі қарай жұмысына кетті. Біз келген дүкеннің аты Руханият деп аталады. Бұл жерде әртүрлі мұсылман тауарлары сатылады. Мәслер, тақиялар, әртүрлі кітаптар және де Құран кітаптары да бар. Хиджаптар мен шапандар және орамалдар бар екен. Көріп тұрғандарыңыздай іздеген затыңыздың барлығын осы жерден табуға болады екен. Мен бұл жерді TikToktан көріп, содан соң келдім. Осы жерде халал тіс пасталары бар дегендіктен тіс пастасын балама алып берейін деп келсем, бұл жерде балалар тіс пастасын сатпайды екен, бірақ сонда да өзіме біреуін алдым. Бағасы 1000 теңге. Негізі балама дәл осы тіс пастасын қолданып жүрген едік, сөйтсек бұның құрамында кармин деген нәрсе бар екен, яғни ол харам. Сол себептен зубный паста іздеген болатынмын. Бұл жерден шығып біраз жаяу жүргеннен кейін обедімізді ішуге дәл осы пиццерияға келдік. Есіктен кіргеннен кейін осындай бір шырша тұр екен. Мә, апельсиндер қойған сияқты деп қарасам, жоқ, ойыншықтар екен. Ең бірінші кассаға барып, өзіміздің заказымызды бердік. Көп күттірмей заказымыз да ортаға келді. Бұл жерде пепперони және макси чай. Баламыз екеуміз обедімізді осылай тез-тез ішіп алдық. Пиццамыз өте дәмді екен. Сол жерге жақын тұрған Магнумға келіп, балама зубный щетка алдым. Құрамын оқысам, өте майда екен жазулары. Ең бастысы кармин жоқ екен, сол үшін сатып алдым. Одан шығып жүріп келе жатсақ, Инстаграмда бір магазинді жиі көруші едім, бірақ келіп көрмегенмін. Сөйтіп, осы жерде адресі тұрған соң кіріп шығайық дедім. Іші өте үлкен екен. Ештеңе алмаймын, жай ғана көремін деп барған мен, қалайша бір аяқ киім сатып алғанымды білмей қалдым. Сіздерде де сондай бола ма? Комментарияға жаза кетіңіз.